Өзіңіздің счетыңызға депозитке ақша салу үшін қалай істейміз? Біз қазір криптодоллар арқылы істейін деп жатырмыз. USDT TRC20 дейді. Депозит дегенді басамыз. Next, close бәрін басамыз. Аккаунт басамыз. Мына аккаунтым шықты. Депозитке $350 саламыз. Ровно жазуыңыз керек, чтобы ровно түсу үшін. Одан үлкен сумма жіберіп қойсаңыз, онда сіздің басқан суммаңыз ғана түседі. Next дегенді басамыз. Next дегенді басқаннан кейін сізде мінекей көрініп тұр. Visa, MasterCard, Netflix, Skype деген сияқты. USDT TRC20 белгілейміз. $350 деп жазамыз. $350, яғни өзінің суммасын ғана жазу керексіздер. Одан артық жібермеу керексіз, одан кем жібермеу керексіз. Next дегенді басамыз. Міне бізге Tether 6 деп шықты. Continue дегенді басамыз. Төменде көрініп тұр. Мінекей. Pay now дегенді басамыз. Go to payment дегенді басамыз. Сізге Tron TRC20 кошелегін береді. Соны копировать етіп аласыз. Басындағы үш цифрына қарайсыз, соңындағы үш цифрға қарайсыз. TKF CMW. Активеге барамыз. Отправить дегенді басамыз. Вывод криптовалюта дегенді басамыз. USDT-дің үстіне басамыз. И осы жерден вставить деп қоямыз. Салыстырамыз. TKF CMW. Дұрыс қой, дұрыс. Содан кейін Tron TRC20 $151. $100 комиссия ұстайды екен. Ровно $350 түсу үшін. Ол Tron TRC20-да. Web20-да мүлдем ұстамайды. Подтвердить дегенді басамыз. Продолжить дегенді басамыз. И және де біздің счетымызға келіп түседі. Мына біздің счетымыз. Бак дегенді басамыз. Болды, клиенттің счетына келіп түседі қазір. $350 жіберіп қойдық. Қазір түсетін күтіп жатырмыз. Міне $350 менің счетыма түсті уже. Естіп ақшаны саласыздар, шығарған кезде тура осылай шығарасыздар.